Балалар, өткен сабақта біз сан есімнің есептік және реттік түрлерін өткен болатынбыз. Есептік сан есім қандай сұрақтарға жауап беретін еді? Дұрыс айтасыңдар. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Ал реттік сан есім ше? Дұрыс, нешінші деген сұраққа жауап береді. Балалар, осы бойынша семантикалық картаға назар аударайық. Берілген мысалдарды есептік және реттік сан есімге ажырат. Қызықты ойынға кезек берейік. Берілген сөздердің ішінен цифрды тап. Жақсы балалар, ендеше тапсырмаларды орындауға көшейік. Есептік және реттік сан есімдерді екі қатарға бөліп жаз. Балақай, сен мақал-мәтелдерді білесің бе? Ендеше берілген мақал-мәтелдерден түсіп қалған сөздерді орнына қой. Кезекті жаңылтпашқа берейік. Кім жылдам екенін көрейік. Қане, жаңылтпашты жаттап, тез айтып көр. Жарайсың. Және де осы жаңылтпаштың ішінде қандай сан есім бар? Дәптеріңе жазып қой. Оқулықпен жұмыс. 39-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқу. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзуді аға үйрет деп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ? Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай. Інішегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Балалар, өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар. Суға жүзу туралы. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзу үшін не істеу керек деп ойлайсың? Ойланып, жауап беріп көр. 40-шы жаттығу. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Балалар, 42-ші жаттығуда бізге жағдаят берілген. Арман бақ ішінде келе жатыр еді. Терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Ал Арман не істеді деп ойлайсың? Арманның орнында сен болсаң, не істер едің? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Ал 41-ші жаттығу үй тапсырмасы. Онда өлең жолдарының ретін тауып жазу қажет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.